Баяғы бір заманда атай мен әжей болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде атай шалқан отырғызады. Шалқан өп-үлкен боп өседі. Бір күні атай шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Ата көмекке апаны шақырады. Апа атадан, ата шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Апа көмекке немере қызын шақырады. Немересі ападан, апа атадан, ата шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі апасынан, апасы атасынан, атасы шалқаннан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз апасынан, апасы атасынан, атасы шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады. Барлығы қуанып, әже ас дайындап, бәрін дастарханға шақырады. Мінекей балалар, бірлесіп атқарған кез келген жұмыс жеңіл болады. Назарыңа рахмет. Бізге жазыл. Қоңырауды басып, лүпіл басуды ұмытпа.